Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын, балалар сүйіп жейтін овсяный каша жасайтын боламыз. Біріңіз білсеңіздер, біріңіз білмейсіздер, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Егер рецепт қызық болса, соңына дейін қарап, жоғалтылмасын каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен овсянкамызды таза суға 2-3 қайтара жуып тазалап алатын боламыз. Достар, керекті сүттердің барлығын қаншадан құйдым, не қылдым, соның барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Овсянкаларымызды дәл осылайша жуып, суымен бәрін осылайша жақсылап суын кетіріп алғаннан кейін таза суымызды құйып, қазанға не болмаса осылай кішкене тостағанға құйып, кішкене қайнатуға қоятын боламыз. Біздің овсянкамыз қайнап шыққаннан кейін дәл осылай қайнап шығады. Үстінен сүтімізді керегенше құйып, дәл осылай құйып аламыз. Мен жарты литрдей құйдым, яғни 500 миллиграммдай. Сонымен осылайша араластырып, сосын дәміне қарай шекерімізді салып алдым. Сосын кішкене шым-шым тұз салдым, оның көрінбей қапты. Дәл осылай аздаған мөлшерде шекер салса, егер тәттірек болсын десеңіздер, шекерін көптеп саласыздар. Осымен біздің сүтіміз қайнап шығу керек. Қайнап шыққаннан кейін біздің кашамыз одан сайын қоюлана бастайды. Сол кезде астын өшіріп қақпағын жауып 5 минутқа тағы да бұқтырып қоямыз. Сонымен біздің кашамыз өздігінен кереметтей болып, жұмсақ болып пісетін болады. Овсянкаларымыз, міне біздің кашамыз дайын. Өз қалауларыңыз бойынша балаларыңызға осылай сары майды үстіне салып ертіп, балаларыңызға ұсынсаңыздар болады. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, міндетті түрде каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Және өз ойларыңызды комментарий бөліміне қалдырсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Келесі видеоларында жіберіп алмас үшін каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Өз ойларыңызды комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.